29 ақпан күні Самұрық-Қазына мен Атамекен одағы арасында өзара серіктестікті нығайту жөніндегі келісім бекітілді. Мақсат ортақ: қазақстандық өнім өндірушілерге қолдау көрсету, елдің индустриялық инновациялық дамуына үлес қосу. Меморандумға Әл-ауқат қоры жетекшісінің орынбасары Қуандық Бішімбаев пен экономикалық палата басқармасының төрағасы Абылай Мырзахметов қол қойды. Бір айтары, екі жақ арасындағы тығыз байланыс бұрыннан бері жалғасуда. Самұрық-Қазына әдеттегідей кәсіпкерлермен әрекеттесуге даяр. Біздің өзіміздің сатып алу ережелерін дұрыстап, қазақстандық өндірушілерді қолдайтын жаңа ұсыныстарды енгізетін боламыз. Соның бәрін бірлесіп, Атамекенмен бірге жұмыс істеуге осы меморандум арқылы көздеп отырмыз. Әрине, екіншіден, елбасы өзінің халқына жолдауында осы жылдағы аймақтардық өндірушілерді, аймақтарды даму деген мақсаттарды қойды үкіметтің алдында. Сол мақсаттарды да біз өзіміздің меморандумымызда, қазір Атамекенмен бірге бірлесіп қол қойып отқан меморандумда сол мақсаттарды да көздеп отырмыз. Ол аймақтарда, облыстарда және шағын ауыл мекендерде де предпринимательдерді, өндірушілерді эксперттік қолдауымен, керек болса ұлттық компаниялар арқылы, өйткені біздің ұлттық компаниялардың өкілдері бүкіл Қазақстан региондарда бар. Солар арқылы қолдауға қандай біз жұмыс істеуге болады, соны бәрін осы меморандум арқылы көздеп отыр. Білесіздер, Атамекен елдегі кәсіпкерлердің ең үлкен қоғамдық мекемесі болады. Жаңа айтып кеттім, біз қормен, Самұрық-Қазына қорымен 3 жылдай тәжірибеміз бар, бірге жұмыс істеген. Сондықтан осы тәжірибені қорыта отырып, алдағы жаңа айтып кеткен елбасының қойып отқан тапсырмаларын орындау үшін осындай келісімге келіп отырмыз. Оның егер нақты жақтарын айтсақ, біріншісі жаңағы осы ұлттық компаниялардың өзінің беретін сұранысында біздің жаңа отандық кәсіпкерлердің үлесін үлкейту. Өздеріңіз білесіздер, өткен жылдың сентябрь айында қоғамдық кеңес құрылған болатын. Осы қордың құрылған, оған жартысынан көбі осы қордың мүшелері біздің кәсіпкерлер одағы болып саналады. Сондықтан осы қордың жұмысын біз қазір алға қоямыз деп ойлаймыз. Ол кеңесте жаңағы кәсіпкерлердің осы ұлттық компаниялардағы сұранысы қалай жүріп жатыр, әсіресе өндіріс көздерін ашу, тек қана керекті құрал-жабдықты қоймай, өндіріс көзін ашу негізгі мақсат болып салады. Қазір байқап отырсыздар, қор басшылары да айтып жатыр, индустриалдық проекттерді көбейту керек, әсіресе орташа, шағын, региондардағы қоғамдық Елханұлы айтып кетті, керек болса ауыл жердегі де оның бәрін есепке салып көреміз, эксперттер жұмыс жасайды. Сосын тағы бізге бір үлкен мәселе, ол мына кәсіптік техникалық мамандар дайындау. Бұл жағынан да сіздер білесіздер, қордың үлкен жоспары бар, ұлттық компаниялардың өзінің ойлары бар, жұмыс орындарын құру. Осы жағынан да біз жұмыс жасамақшымыз. Ал тағы кәсіпкерлерді ойландыратын жағдай, өздеріңіз білесіздер, қорға үлкен монополиялар кіреді, темір жол, кегок, энергетика. Бұл саладағы тариф мәселесі де меніңше кәсіпкерлермен пікір алмасу арқасында тариф саясаты да меніңше пайдалы, кәсіпкерлерге пайдалы болуы керек деп ойлаймыз. Осы тұрғыда үлкен жұмыс жобасын біз қазір алға қойып жатырмыз. Сондықтан өз ойымызға жетеміз деген үмітіміз бар. Әзірге бірлескен жобалардың нақты саны мен оған бөлінетін қаражат сомасы белгісіз. Алдағы 2 апта ішінде сарапшылар меморандумның ресми жайттарымен айналысатын болады. Қалай дегенмен ең бастысы бұл келісім отандық бизнес ахуалды жақсартуға өз септігін тигізбек.